Әбден қурап сарғайған бір түп адыраспан ауылдағы кез келген шаңырақтың төрінде ілініп тұратын. Ассалаумағалейкум құрметті достар. Бүгінгі видеода біз адыраспанның емдік қасиеттері жөнінде айтатын боламыз. Сондықтан қызықты ақпаратты жіберіп алмай, видеоны соңына дейін көріңіздер. Расында дана халқымыз өзі аса киелі деп білген бұл өсімдікті өсіп тұрған жерінен жұлып аларда да оның жөн жоралғысын қатаң сақтаған. Әуелі оны қауызы толып, тұқымы толық піскен кезде ғана жұлған. Жұлатын адамның жаны ғана емес, үсті басы таза, дәретін алып барып жинауға аса мән берілген. Осы тазалық шарттарын орындап, ассалаумағалейкум адыраспан, мені саған жіберді Омар Оспан. Жанға дәру, дертке шипа болғай, жамандықтан сақтай көр сабылыстан деп өсімдіктің сағағына қолын тигізген. Сөйтіп жаңа қоныстың ішін, бесікті, өзге де қатырлы дүниелерді өсімдіктің түтінімен түгел ұстап, жын шайтандарды, жаман адамдардың лас ниеттері мен қарғыстарын аластайтын болған. Шығыс халқы адыраспанның киесі бар деп есептеген. Тіпті оны аяқ астында таптамай, ат үстінен керекті мөлшерін ғана алып ем қылатын. Үйге ырыс бақ әкелсін деп босағаға іліп қоятын. Әлі күнге дейін өзбектер жол сапары сәтті болсын деп машинаның алдыңғы әйнегіне іліп қояды екен. Жас келін босанғанда, сәбилер сырқаттанғанда, өкпе ауруына шалдыққанда адамдарды аластайды екен. Адыраспанға қылшаны және ермен, кермек жусан шөптерін қосып, күн батар кезде әдейі арналған ыдысқа өртеп, оның түтінімен емдейді. Адыраспанның емдік қасиеттері. Кезінде атақты Әбу Әлі Ибн Сина оны сегіз көз нервісінің қабынуы кезінде болатын шаншуларды басатын дәрі ретінде қолданған. Адыраспанның химиялық құрамында гермалин алкалоидтары бар. Гүлі мен сабағында печаник алкалоиды бар. Бұл өсімдік улы дәріге жатады. Адыраспан ең көп тараған емдік шөптердің бірі. Одан жасалған гармалин алкалоидының әсері банистерин алкалоидынан асып түседі. Ол энефалит ауруын емдегенде жақсы нәтиже береді. Ауруға шалдыққан адамның жүйке жүйелері асқынып, ұстамалы қояншық эпилепсия ауруы мен қалтырау салына шалдыққанда қолданылады. Халық емшілері құянмен ауырғанда адыраспан жапырағымен булауды ұсынады. Көп жағдайларда булау жасап ісіктерге де басады. Әртүрлі тері ауруларына және ревматизмнің салдарынан сүйектер сырқырап ауырса, адыраспаннан жасалған булау табылмастай ем. Адыраспанның ерекше қасиеті – өкпе ауруына ем. Өкпе туберкулезі, демікпе, ентікпе, тағы да басқа әртүрлі өкпе ауруларына шалдыққанда адыраспанды пайдаланған. Көп жағдайда суық тиіп, ауру басталғанда адамның денесі мұздап, қалтырап берекесі кетеді. Сол кезде адыраспанның қайнатпасын ішсе, ауруды жеңілдетеді. Тер шығару мен несеп айдау адыраспанның ерекше қасиетінің бірі. Безгек ұстағанда да көп адамға ем болған. Адыраспанның талау ауруға, қабынуға қарсы қабілетінің пайдаланып, бала көтермеген әйелдерді емдеген. Халық медицинасында адыраспан ревматизм, қышыма және басқа да тері аурулары кезінде булау жасауға пайдаланылады. Ал шөбінен жасалған қайнатынды суық дегенде безгек ауруларына, нерв жүйесінің әлсіреуіне және ұстама ауруларына ем болып табылады. Адыраспанды мың жапырақ гүлдерімен, киік отымен, шөпшай гүлімен қосып қайнатады да, онымен асқазан сөлінің азаюын, яғни гипоацит гастритін емдейді. Адыраспан шөбінің қайнатындысы мен тұнбасы ауруды басып, адамды тыныштандырады. Сырқатты асқындырмауға, тер шығаруға көмектеседі.
тұнбасын суық тигенде пайдалануға болады, ал қайнатындысын ауыз қуысы мен тамаққа, суық тигенде ауыз шаюға, басқа да шөптермен қосып аяқты жууға қолданылады. Адыраспанды тас шөппен қара андыз тамырымен қосып қайнатады да радикулитті сегіз көз невралгиясын емдеуге қолданылады. Бұл ауруларды емдеген кезде жоғарыдағы қайнатындыны ішумен бірге шөбі мен белді булау да жақсы нәтиже беретіні байқалады. Адыраспан улы өсімдік болғандықтан оны емге ішкен кезде аса сақ болған жөн. Достар, видео ұнаған болса лайк басып каналға тіркеліп қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздердің оп-оңай болмашы әрекетіңіз бізді жаңа әрі пайдалы видео шығаруға шабыттандырады. Аман сау болыңыздар.